Қайырлы күн, менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыз физика пәні, сынып 7-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы серпімділік күші Гук заңы. Сабақты бастамас бұрын біз бірінші өткен тақырыпты қайталауды бастаймыз. Яғни біз QR код әдісі арқылы жаңағы Умайгра сайтына еніп, сол жерден өткен тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бұл жерде старт батырмасын басамыз. Старт батырмасын басқан кезде өткен тақырыптар бойынша сұрақтар шығады, соған жауап береміз. Бірінші сұрақ: дененің салмағы мен массасы бірдей шамалар болып табылады. Яғни бұның жауабы рас немесе жалған түрінде келеді. Яғни бұл жерде жауап жалған. Яғни сұраққа дұрыс жауап бере отырып, пойыз бізді алға жетелейді. Ал егер сен сұраққа қате жауап беретін болсаң, пойыз алға жылжымайды. Келесі екінші сұрақ: денеге сыртқы күш әсер етпесе, дене өзінің қозғалыс күйін немесе тыныштық күйін сақтап қалады. Бұл рас. Келесі: масса дененің көлемін сипаттайтын физикалық шама. Бұл бізде жалған. Келесі: Ньютонның бірінші заңы инерция заңымен түсіндіреді. Бұл бізде рас. Яғни біз сұрақтарға дұрыс жауап бере алай, екінші деңгейге өтеміз. Күш дененің қозғалыс күйін өзгертуге қабілетті шама. Бұл бізде рас. Келесі: күштің өлшем бірлігі Ньютон. Бұл да бізде рас. Келесі: күшті векторлық шама деп атайды, себебі оның бағыты. Бұл да бізде рас. Келесі: денеге әсер ететін ауырлық күші оның массасына пропорционал. Бұл бізде жалған. Бұл дұрыс емес жауап. Яғни бұл бізде ең артында результаты деген кезде біздің қанша балл жинағанымыз осы жерде көрініп тұрады. Өткен сабақты қайталап өткеннен кейін оқушыларға сиқырлы қорап арқылы жаңа сабағымыз түсіндіріледі. Сәлем, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы серпімділік күші. Гук заңы. Ал мақсаты серпімділік күші, деформация және Гук заңын түсіндіру, мысалдар келтіру болып табылады. Бүгінгі сабақ қызықты әрі жаңа ақпараттарға толы өтеді деген сенімдемін. Яғни бізге жасанды интеллект бүгінгі сабағымыздың тақырыбын және мақсатын айқындап берген болатын. Одан кейін мен сыныпты топқа бөлемін. Яғни бізде flippity.net сайтына кіріп, мен оқушылардың бұл жерде аты жөнін жазып қоямын да, бұл жерде мысалға 3 топқа бөлгім келеді. Менде программа автоматты түрде мен сыныпты 3 топқа бөліп береді. Сыныпты топқа бөлгеннен кейін мен бүгінгі жаңа сабақты түсіндіруді бастаймын. Яғни бүгін біз оқушылармен деформация, серпімділік күші, Гук заңы туралы білеміз. Деформация дегеніміз не? Яғни дене пішінің немесе өлшемдерінің өзгеруін біз деформация деп атаймыз. Латынша деформейта пішіннің өзгеруі, бұзылуы. Деформация денелердің өзара әрекеттесуі кезінде жүзеге асатындықтан, оған қатысатын екі дене де деформацияланады. Мысалға, қолдың серіппеге әрекетін алайық. Серіппені созған кезде қолдың бұлшық еттері қатаяды. Серіппе де өз пішіні өзгертеді. Сол сияқты адамның әсіресе жаңағы бұқасы қатпаған жас балалардың денесі үнемі қисайып отыруы немесе еңкейіп басын салбыратып жүруі, олардың омыртқа жоталарында майысып деформациялану жүреді. Сколиоз өте жиі ұшырайтын бұндай ауру оқушылар арасында кеңінен тараған. Деформация бізде екіге бөлінеді: пластикалық деформация және серпімді деформация. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшеміне қайтып өзгеретін болса, мұндай деформация пластикалық деп аталады. Ал егер күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене бастапқы пішіні мен өлшемі қайтадан қалпына келетін болса, мұндай деформация бізде серпімді деп аталады. Яғни осы деформация нәтижесінде бізде балалар серпімділік күші пайда болады. Серпімділік күшінің біз F серппе деп белгілейміз. Ол серпімділік күші денелердің алғашқы көлемі мен пішінін сақтау үшін деформацияланған бетке тік бағытталады. Серпімділік күші қысқан кезде, созғанда, майыстырғанда пайда болады. Яғни осы серпімділік күшін оқушылар тәжірибе жүзінде көру үшін біз FET Colorado сайтына енеміз. Бұл жерде біз оқушыларға мысалға міне 2 серіппе ілінген болатын. Бұның біз өлшемін қанша сантиметр екенін анықтап аламыз бастапқы
Мындан кейін осы серіппеге біз 100 грамм денені ілеміз, және де 150 граммды денеміз. Осы кезде, яғни ауыр салмақтағы дене ілген кезде серіппе бізде үлкен созылды, ал аз салмақты дене ілгенде серіппеміз бізде аз созылған болатын. Яғни бұл бізде деформациялану, серпімділік күшінің әсері осы тәжірибе жүзінде қамтып тұр. Әрі қарай серпімділік күшін түсіндіріп болғаннан кейін, яғни біз айттық жаңа қысқан кезде пайда болады, созғанда және ингенде майыстырғанда. Біз бүгінгі тақырып Гук заңын жалғастыратын боламыз. Гук заңы бұл дененің созылу немесе сығылу кезіндегі серпімділік күшінің модулі дене ұзындығының өзгеруіне тура пропорционал, яғни F серіппе тең К көбейтілген дельта X. Бұл жерде F серіппе дегеніміз серпімділік күшінің модулі, ал дельта X дегеніміз X азайтылған X нолевой. X дегеніміз бұл жерде деформацияланған дененің ұзындығы, X нолевой дененің бастапқы ұзындығы. Біз және оны тәжірибе жүзінде де аңғарған болатынбыз. Яғни соның арасы бізге дельта X алып келеді. К дегеніміз қатамдық, бұл пропорционалдық коэффициент, бұл қаққалар бүліктер жүйесінде Ньютон бөлінген метрмен саналады. Егер Гук заңынан сол формуланы табатын болсақ, К тең F серіппе бөлінген дельта X. Яғни біз жаңа тақырыпты түсіндіріп болғаннан кейін, оқушылармен сол Гук заңы бойынша есептер шығарамыз. Бағана 3 топқа бөлген болатынмыз сыныпты, сол бойынша міне менде 6 есеп тұр. Сол 6 есепті 3 топқа беремін, және де уақытқа байланысты қай топ бірінші болады, сол топ жоғары ұпайланады. Және де ең артында бүкіл есепті шығарып болғаннан кейін топтарға алдыларына үлестірмелі парақшалар тапсырылады. Сол кезде, яғни әр оқушы өзін қалай есептеді, сол бойынша өзін бағалайды. Есеп шығарып болғаннан кейін жұптық тапсырма, бұл кроссворд түрінде. Бүгінгі өткен сабақтар бойынша сұрақтар. Яғни көріп тұрсыздар, алдарыңызда 10 сұрақтар. Бұл 10 сұрақтың мына жерде жауабы тұр. Яғни жаңағы серпімділік, Гук заңы, пластикалық деформация, жаңағы қатаңдық, деформация, Ньютон деген сияқты сұрақтар. Яғни бұл жерде әр дұрыс жауап 1 балл. Жұптық тапсырманың жауабы. Жұптық тапсырманы болғаннан кейін оқушыларға жеке тапсырма беріледі. Бұл бізде жеке тапсырма Educaplay сайтында орындалады. Бұл Educaplay сайтында начать батырмасын басамыз. Сол кезде бүгінгі өткен тақырыптар болады. Мысалға, бірінші бізде Гук заңының формуласы қандай? Бұл жаңа сабақты бекітуге арналған. Серпімділік күші неге байланысты? Келесі, деформацияның қандай түрлері бар? Гук заңы қай физикалық сипаттайды? Қатаңдық коэффициенті не үшін? Ұзағудың өлшем бірлігі. Гук заңы қай ғасырда ашылды? Дұрыс емес. Яғни серпімділік күшінің бағыты қандай? Бұл да дұрыс емес. Деформация кезінде материалдың қандай қасиеті өзгереді? Формасы өзгереді. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі Ньютон бөлінген метр. Бұл жерде де ең соңында ұпайымыз және қолданылған уақытымыз да шығады. Яғни біз оқушылармен бүгінгі жаңа тақырыпты бекітіп болғаннан кейін, ең артында біз оқушылармен рефлексия жасаймыз. Яғни рефлексияны оқушылар бас, жүрек, қол әдісі арқылы жасайды. Бұл жерде жаңағы бас дегеніміз мен бұл сабақта не үйрендім? Жүрек деген бұл маған қандай сезімдер сыйлады? Қол деген мен бұл тақырыпта өмірде қайда қолдана аламын? Оқушылар осыған жауап беріп, бүгінгі сабақты қорытындылайды. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.